Сәлем, мен Аскербек. Ғарыштағы жалпы аспан әлеміндегі денелердің бізге өлшемін елестету өте қиын. Жай ғана көзбен қарап, олардың массасын, тығыздығын, өлшемдерін айта алмаймыз. Мысалға, қарапайым шар мен бойлинг шарын алатын болсақ, олардың көлемдері бірдей, бірақ олардың массалары аспан мен жердей. Өйткені боулинг шары өте тығыз және массасы жоғары. Дәл осындай жағдайлар аспан әлеміндегі планеталармен де кездеседі. Біздің күн жүйеміздегі ең үлкен планета Юпитер, оның массасы 2 актиллион, яғни 2 және 27,0. Былайынша айтқанда, ол жердің массасынан 300 есе артық. Бірақ сол ең үлкен планета дегеннің өзі күннің өзінен 1000 есе кішкентай. Күн біздің күн жүйеміздегі ең үлкен дене, бірақ галактикамыздағы емес. Күннен де жарық, күннен де ауыр, күннен де мықты жұлдыздар бар. Құс жолы галактикасын айналатын ең үлкен жұлдыз Тарантула тұмандығындағы R136a атты жұлдыз. Оның жасы миллион жыл. Оның беткі қабатының температурасы Цельсий шкаласы бойынша 40 000 градус. Ол біздің күнімізден 7 есе ыстық және 250 есе үлкен. Бірақ бұндай өте тығыз, өте ыстық жұлдыздардың бір кемшіліктері бар. Тығыз болған сайын олардың жарылып кету пайызы көбейе бастайды. Әзірше біз көрген осындай жарылыстардың бірі нейтронды жұлдызбен болған. Былай алып қарасақ, ол күннен 1,5 есе үлкен, радиусы 15 километр артық. Бірақ оның тығыздығының көрсеткішіне адам сенгісіз. Мысалға, сіз машинаны қанттың түйіріне дейін кішірейтсеңіз де, нейтронды жұлдыздың тығыздығын ала алмайсыз. Сізге ол үшін шамамен 10 миллион машина керек. Сол кезде ғана сіз нейтронды жұлдыздың тығыздығына жақындай аласыз. Айта берсек, өте үлкен, өте ыстық жұлдыздар көп, оның барлығын айтып шығу мүмкін емес. Қазір біздің күн жүйемізде 8 планета бар. Білем, 9-шы планета қайда деген боларсыз. 9-шы планета Плутон. Қазір планета деген статусынан алып тастады. Неге десеңіздер, біріншіден ол өз осымен алмайды. Оның бір тұрақты осы жоқ, яғни қисық. Екіншіден, ол жалғыз өзі күнге қарама-қарсы айналады. Үшіншіден, ол планета деген өте кішкентай. Егер білмесеңіз, Плутонның бетінің ауданы Ресей Федерациясының ауданымен бірдей. Планеталардың арақашықтығын сәл болса да елестету үшін күннен Плутонға дейінгі арақашықтық 167 миллион километр. Ал жерден айға дейінгі арақашықтық 400 000 километр. 1969 жылы айға алғаш рет адам аяғы басқаннан соң, аз болса да үлкен арақашықтықты өтуді түсіндік. Бұл адамзаттың бөтен аспан денесінен қонған жалғыз жері. Содан бері 6 рет айға ұшқаннан соң, жерден айға бару үшін шамамен 3 күнде жұмсаймыз. Бірақ күн жүйесі өте үлкен болғандықтан, жерден ең жылдам деген зымыранның өзімен айға бару үшін бізге 8 ай керек. Видеодан көргендеріңізде ғалам адам сеңіз үлкен. Егер аспан әлемін жер шары деп алатын болсақ, біз бір түйір құмнан кішкентаймыз. Аспан әлемінің қалай пайда болған жайлы сізге қызық болса, каналда соған арналған видео бар, соны көрсеңіздер болады. Егер сізге ұнаса, міндетті түрде каналға тіркелеміз. Және біздің каналдың группасы ВК-да бар, менің Instagram парақшама тіркелеміз. Осы тақырыпты достарымызбен талқыға саламыз, әрине лайкты болсамыз. Және келесі видеоларда көріскенше, сіздермен болған мен, Аскербек, өзіңді дамыт, сау болыңыздар.